ескерткіштерді қирату, түрлі нысандарды бүлдіру, сындыру фактілері жиілеген. Ужесточить наказание за вандализм предложили мажилисмены. Полиция ищет вандалов, разгромивших новый мост. Назар аударыңыз, вандализм үшін жаза күшейтілді. Енді қоғамдық мүлікті бүлдіргендерге 738.400 теңгеге дейін айыппұл, 160 сағатқа дейін қоғамдық жұмыс, немесе 50 тәулікке дейін қамау жазасы қарастырылған. Вандализм қоғамдық орындар мен мәдени мұраларға зиян келтіру. Бұл әрекет қоғамдағы тәртіпті бұзып, тарихымызды жояды. Вандализмнің алдын алу үшін әрбір адам өз мәдениетіне құрметпен қарауы тиіс. Мұраларды қорғау біздің ортақ міндетіміз. Вандализмге қарсы тұру біздің жауапкершілігіміз.